Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын орама дайындайтын боламыз. Бұл тағамның дайындалуы өте оңай, қарапайым ғана, ең бастысы өте дәмді. Әрі асқабақтың да денсаулыққа пайдасы өте жақсы. Ендеше ісімізді бастаймыз. Алдымен барлығын жуып тазалап аламыз. Асқабағымызды, пиязымызды, оларды әдемілеп төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Пияздарымызды майдалап турап алатын боламыз. Асқабағымыз бізде өте дәмді, сол үшін жаңа ештеңе де қоспадық. Дәміне қарай тұзымыз бен бұрышымызды салып алып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді қамырына кірісетін боламыз. Қамырында қатты етіп қоймастан, жақсылап жұмсақтау етіп дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жылы суға жұмыртқамды салып алдым, тұз салып алдым. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, қамыр елеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды теңдей ортасынан екі бөлікке бөлеміз. Дөңгелектеп алатын боламыз. Қамырларымызды енді кезекте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Ыдысымызға су құйып газге қойып қойдым. Біз ораманы орап біткенше суымыз қайнап дайын болып тұрады. Қамырларымызды жұқа етіп жайып алдым. Енді бетіне сұйық майымызды жағамыз. Сұйық майды осылай барлық жеріне біркелкі етіп жағып шықтым. Енді салмасын салатын боламыз. Салмасын салып біттік. Енді қамырларымызды орап алатын боламыз. Біздің қамырымыз қатты үлкен болып кетті. Сол үшін осы жерін кесіп алатын боламыз. Листтерімізді майлап, орамаларымызды листке жайғастырамыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай жайғастырып алатын боламыз. Және де бетіне сұйық май жағуды ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған суда 35-40 минутта пісіп шықты. Осымен біздің орамамыз дайын. Жасалуы өте оңай әрі дәмді. Асқабақтан жасалған орамамыз дайын. Бетін қалауыңызша сәндеп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.
Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.